Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай күздік салат, осенний салаттың рецептімен бөлісетін болам. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Қыстыгүні жақсы женетін салаттардың бірі. Қандай керемет болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырып аламыз. Оның үстіне телкадан өткізген сәбізімізді және бұның үстіне мен шайлам мен редька салдым. Тоже телкадан өткізіп. Бірақ бұны сіздер қоспай қойсаңыздар да болады, өз еркілеріңізде. Мен қостым және осының үстіне тұзымызды саламыз кішкене. Тұзымызды салып, барлығын толық араластырып аламыз. Толық араластырып, кішкене майға қуырып аламыз. Майға қуырып алғаннан кейін үстіне помидорымызды саламыз. Помидорымызды осылай жіңішке етіп турап алсаңыздар болады. Барлығын толығымен араластырып, помидорымыздың суы шыққанша кішкене қайнатып аламыз. Қараңыздар, қандай керемет болып шығады. Қыздар, мен суы қайнап келе жатқанда, суы шыққан кезде помидорымыздың үстіне қара бұрышымызды, лавр жапырағын салып, тағы бір араластырып алатын боламыз. Араластырып, тағы бір қайнатып аламыз. Міне қыздар, қайнап жатыр. Үстіне чесногымызды және капустамызды салатын боламыз. Капустамызды екі қайтара саламыз. Өйткені капустан көлемі үлкен болып тұрды. Соған екі бөліп, бір араластырып, қалған бөлігін салатын боламыз. Араластырып алдық, екінші бөлігін салып, толығымен араластыратын боламыз. Толығымен араласып жатыр. Араластырып алғаннан кейін кішкене тағы бұқтырып, капустамыз басылғанша кішкене бұқтырып аламыз. Міне қыздар, капустамыздың көлемі азайған. Şimdi тұзын салып, тағы укропын саламыз. Енді тағы бір рет бәрін араластырып аламыз. Қыздар, қайнап, сойын соңында біз болгар бұрышын салатын боламыз. Осындай әртүрлі түсте болгар бұрышын қолдансаңыздар, түсі әдемі болып шығады. Заттардың бәрін осындай ұзын жағып турайтын боламыз қыздар. Ең соңында мен бұл жерде бір кесе қант салдым. Және осының бәрін толық араластырып, перісіміз піскенше пісіріп аламыз да, істерленген банкілерімізге салатын боламыз. Қыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Прям күшті керемет болып шығады. Біздің салатымыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай күшті болып шығады. Өте керемет рецепттердің бірі. Маған тіркеліп
кетуді ұмытпаңыздар. Өз банкілерімізге ыстық күйінде салып алатын боламыз. Қараңыздар, қандай күшті болып шықты. Осындай рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын сіздерге.